Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 146-шы сабақты қарастырамыз. 2-3 амалмен орындалатын есептер шығару. Бірінші есепке назар аударайық. Кестені пайдаланып, есептер құрастырыңдар. Мерей саябаққа барды. Ол киноға кіру үшін 450 теңгеге билет сатып алды. 200 теңгеге балмұздақ сатып алды. 400 теңгеге әткеншекке отырды. 200 теңгеге батутта секірді. Мерей барлығы неше теңге төледі? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Киноға 450 теңгеге билет алды. 200 теңгеге балмұздақ сатып алды. 400 теңгеге әткеншекке отырды. 200 теңгеге батутта секірді. Барлығы неше теңге төлегенін табамыз. Ол үшін 450 теңге кино билетін ақшасы, оған балмұздақтың ақшасы 200 теңге, оған әткеншектің ақшасы 400 теңге, оған батутқа жұмсаған ақша 200 теңгені қосамыз. Сонда 1250 теңге болады. Яғни Мерей саябақта 1250 теңге жұмсады. Келесі екінші есепке назар аударайық. Суреттер бойынша есептер құрастыр және оларды шығар дейді. Екінші есеп бойынша есеп құрастырайық. Ә бойынша. Асан достарына арнап дүкеннен 136 теңгеден 7 кәмпит сатып алды. Асан барлығы неше теңге төледі? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Бір кәмпит 136 теңге тұрады екен. Осындай 7 кәмпит неше теңге тұрады? Ол үшін 136-ны 7-ге көбейтеміз. 952 болады. Яғни Асан барлық 7 кәмпитке 952 теңге төледі. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Сен 700 теңгеге не сатып аласың дейді. Суретке назар аударамыз. Суреттегі заттардың ішінен 700 теңгеге не сатып алуға болатынын анықтаймыз. Яғни 140 теңгеге вафли, 125 теңгеге шоколад, 55 теңгеге тәтті нан, 240 теңгеге тәтті сырок, 120 теңгеге барни сатып алуға болады. Барлығына 680 теңге төлеуге болады. Яғни бізде 700 теңге болса, 680 теңгесін төлесек, онда бізге сатушы 20 теңге қайтарып береді екен. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Есептерді шығар. Саябақта 436 адам қыдырып жүр. 125 демалушы ер адам. Әйелдер олардан 2 есе артық, ал қалғаны балалар. Саябақта барлығы неше бала қыдырып жүр? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Барлығы 436 адам екен. Оның 125-і ер адам екен, ал әйел адам белгісіз екен. Ер адамға қарағанда 2 есе көп екен. Қалғаны балалар екен. Балалар белгісіз. Балаларды табамыз. Ол үшін 125-ті 2-ге көбейтіп, әйел адамдар тауып аламыз. Яғни әйел адамдар 250 екен. Енді арқаратай ер адамдар мен әйел адамдарды қосамыз, 375 болады. Барлық адамнан 436-дан 375-ті азайтамыз, 61. Яғни саябақта 61 бала қыдырып жүр екен. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Саябақта демалып жүрген балалардың 46-сы балалар қалашығында. Ал одан 4 есе көп бала әр түрлі аттракциондарда ойнап жүр. Аттракционда неше бала ойнап жүр? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Балалар қалашығында ойнап жүрген балалар белгілі, 46 екен. Ал аттракционда ойнап жүрген балалар белгісіз. Балалар қалашығындағы балаларға қарағанда 4 есе көп екен. Яғни аттракционда неше бала ойнап жүргенін табамыз. Ол үшін 46-ны 4-ге көбейтеміз, 184. Яғни аттракционда 184 бала ойнап жүр екен. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Кесте бойынша есептер құрастыр және оларды шығар. Айдос бағасы 200 теңгелік
тұратын балмұздақтан 3, және бағасы 250 теңге тұратын балмұздақтан 2 дана сатып алды. Айдос балмұздақтарға барлығы неше теңге төледі? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Бір үлкен балмұздақ 200 теңге тұрады екен. Осындай 3 балмұздақ қанша теңге тұратын тауып аламыз. Кіші балмұздақ 1, кіші балмұздақ 250 теңге тұрады екен. Осындай 2 балмұздақ қанша тұратын тауып аламыз. Одан кейін барлық балмұздаққа неше теңге төлегенін табамыз. Ол үшін 200-ді 3-ке көбейтіп, барлық үлкен балмұздақтар қанша теңге тұратын тауып аламыз. Яғни үлкен балмұздақтар 600 теңге тұрады екен. Енді 250-ді 2-ке көбейтіп, кіші балмұздақтар қанша теңге тұратын тауып аламыз. Яғни кіші балмұздақтар 500 теңге тұрады екен. Енді барып үлкен балмұздаққа кіші балмұздақты қосамыз. Сонда 1100 теңге. Яғни барлық балмұздақтарға 1100 теңге төленген екен. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. 3 автобустың әр қайсында 25 баладан отыр. 5 автобустың әр қайсына 38 баладан отырды. Барлық автобустарға неше бала отырды? Ол үшін 3-ті 25-ке көбейтіп, 3 автобуста барлығы неше бала екенін тауып аламыз. Яғни 3 автобуста 75 бала бар екен. Енді 5-ті 38-ге көбейтіп, 5 автобуста барлығы неше бала бар екенін тауып аламыз. Яғни 5 автобуста 190 бала бар екен. Енді барлық баланы табу үшін 75-ке 190-ды қосамыз. 265. Яғни автобустарда барлығы 265 бала бар екен. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Диаграммада саябақта демалушылар туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастырыңдар. Бірнеше сұрақ құрастыруға болады. Аквапаркте барлығы неше адам барды? Күлкі бөлмесінде аттракционға қарағанда неше адам кем барды? Немесе қайықпен серуендеуге қарағанда саябақта неше адам артық серуендеді деп осылай сұрақтар қоюға болады. Осылай бір-біріңе сұрақ қойып, сұраққа жауап беріңдер. Келесі 8-ші тапсырмаға назар аударайық. Қосымша есептеулерді есептеп, күрделі теңдеудің мәнін табамыз. Келесі 9-шы есепке назар аударайық. Тотықұс пен торғайдың массасын анықта дейді. Алдымен екінші таразыға қараймыз. Екінші таразының бір басында 200 грамдық кіртасы, екінші басында 2 тотықұс, яғни екеуінің салмағы тең болып тұр. Енді, яғни 2 тотықұстың салмағы 200 болса, бір тотықұсты табу үшін 200-ді 2-ке бөлеміз. Сонда 100, яғни бір тотықұстың салмағы 100 болады. Енді екінші таразыға қараймыз. Екінші таразының бір басында 350 грамдық кіртас тұр, бір басында 3 тотықұс тұр. Және бір торғай тұр. Сонда таразының 2 басы теңесіп тұр. Енді бір тотықұсымыз 100 грамм болса, салмағы 3 тотықұсты табу үшін 3-ті 100-ге көбейтеміз. Сонда 3 тотықұстың салмағы 300 грамм екен. 350 грамдық кіртастан 300-ді азайтамыз, сонда 50 қалады. Яғни бір торғайдың салмағы 50 грамм тартады екен. Келесі 10-шы есепке назар аударайық. Шығармашылық тапсырма. Марат, Айнұр, Гүлжан, Нұрлан және Бекжан саябақта балмұздақ алуға кезекте тұр. Гүлжан мен Бекжан қатар тұрған жоқ. Ал Нұрлан Маратпен де, Гүлжанмен де қатар тұрған жоқ. Балалар қандай ретпен тұруы мүмкін? Демек, бірінші Айнұр, екінші Гүлжан, үшінші Марат, төртінші Бекжан, бесінші Нұрлан тұруы мүмкін. Достар, бүгінгі сабағымыз сіздерге ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақ жауабымен сіздерге көрініп тұратын болады.